Men sizді айтып тұрған жоқ. Мен айтып тұрмын, сіз кері тартып деп айтырған жоқ. Кері тартатын болсақ, кері кетеміз. Алға ұмтылатын болсақ, әлгі Құдайда көреді талаптарымыз жоқ. Сондықтан менің айтатыным құр келіп жиналыс ашып кетуде емес. Мына ауылдық сельский округ бар екен. Бірігіп, ниет беретін азаматтар болса, ұйымдасып, проектіге қатысып, өз ойларыңызды айтыңыздар. Содан кейін жақсы. Содан кейін жазбаша түрде қолдарыңызды қойып, ұсыныстарыңызды беріңіздер. Аудан әкімін айтам, аудан әкім бізге берсін. Содан кейін біз проектіні көрсетпей жасамаймыз. Мына ауылдық сельский округтың алдына проектіні қабылдағаннан кейін макетін қоямыз. Сонымен ауылдық әкімге, аудандық әкімге тапсырып өтеміз. Содан кейін мен осы жұмыс барысында, проекті барысында әлі кездесем деген адамдармен келеміз, кездесеміз. Жұмысымыз жаңа бастап жатырмыз. Бұл жерде мен түсініп отырмын. Біреуді кінәлап, біреуді жаңа ететін жағдай жоқ. Басымызға түсті, боларсыз болып не істейміз? Енді істеуін қалай шығудың, қалай жасаудың нәтижесін ойлауымыз керек. Мен соны айтып тұрмын. Сондықтан берекеге шақырып отырмын, бірлікке шақырып отырмын. Құдай сақтасын, біреуді кемітіп, біреуді дұрыс, сондықтан енді қазір жаңа пойыздың да басқа тексеруін айтам. Мен өздеріңізбен кездескеніме рахметімді айтам. Және жаңағы сәлемдеріңіз болатын болса, жақсы ұсыныстар болатын болса, проектіге өздеріңізді де қатыстырайық, көріңіздер, ұсыныстарыңызды айтыңыздар. Оның сыртында жаңағы ол жол, жаңағы көпірді айтып, оның сыртында мектеп жөнінде, басқа жөніндегі ұйымдасып, өтініштеріңіз жазып, көбірек қол болсын, беріңіздер. Бізде қарайық, бізде шығарайық. Әрине Алматы облысы қазір Қазақстандағы халқы көп, ең облыстың бірінші біз. Бұрын Шымкент облысы болған, қазір Шымкент екіге бөлінді, кішкене жеңілдеді. Біз 2 миллионнан астам халқы бар, 2 миллион 500-ге жуық халқымыз бар біздің. Ең үлкен облыс біз. Жерімізде жақсы, әлі шешілмеген мәселелер көп. Бірақ жылдан жылға шешіліп жатыр. Бәлем ғой мектеп салынып жатыр, бәлем ғой емхана салынып жатыр, жол жасап жатыр. Оның үстіне жер көлемімізде өте үлкен. Оны ешкім жасырып жатқан жоқ. Сондықтан мен сіздерге үлкен рахмет айтамын. Жақсылықта кездесейік. Құдай сол күнге жеткізсін, келіп осының лентасын кесіп, халқымыздың рахметін алсақ, жаңағы басын бастап айттық қой, Алатау ауданы деп. Сонда бәрін жасадық біз Алатау ауданында қазір. Ұялмаймыз. Мектептің де салдық. Даже ең қиналып жатқан аудан универсиаданы сонда өткіздік. Жаңағы көп шаруалар жасалды. Құрметті ағайындар, бәрін түсініп отырмын. Жаңағы азаматымыз кетіп жатыр, жаралы болып жатыр. Бәрі жақсы болсын. Үйіне барыңыз. Жақсы, аманшылық болсын. Барамыз. Барыңыз. Құрметті ағайын, енді